Акшам шерфіңіз қайырлы олсын. Бүгін Құрамышғалынан 1107 күні кетмекте. Эфирде заман студияда сіздердің мен Шевкет Наматулаев Селямбаев ве бөлі бір малыматларынан таныш етмеге азырмыз. Истанбулда вертолет қазаға оғырады. 5 инсан еляк олды. 4 Русия ватандашы. Санэпидемстанция Қырым сакинлеріні африкалы тауын хасталығынен зиярлей. Бұл бізні пек ачуландыра, чүнки домызларыны домыз тұтмаған қойянына кетіріп яқтылар. 19 яшында олған қызны қаққан полиция қадеміні 7 елға қадар апыз жезасыны белгілей білелер. Бірінші оларақ янына келген кіші айтқанына көре дүмен башында отырған қадын сарғыш екен. Оле бір ичкілік сасығы тұра екен. Бірлешкен Девлетлерінің халқара махкемесі кімнің менфаатына қарар чықарачаға белі дегел, ләкин Украина өз тарафындан бутон избатларыны топла берген. Бұны Украина тышышлерін әзірлігінде білдірмектелер. Саяси экспертлер қайдеткеніне көре Украина махкемеде еңіп, Русия қарарыны бежермеген тақдерде мемлекетні етрафтаки мұйттен айыра білелер. Украина Русияны екі халқара конвенция бозывы бұл терроризм дестекленуі ве Қырым-татарлары ве украинлерге қаршы ұрқ айырымы қоллануында қабатлай. 4 күн девамында Гаагада халқара махкемесінің отырышы өткерілді. Украина топланған делилеріні тақдим етті. Bizim vekillerimiz pek yaxşı nutuk söyledi деп düşünüyorum. Ciddi vesikalarga esaslangan malumatlarını berdiler. Rusya ise propaganda kullanaydı. Bütün isbatlar ve delillerini mahkeme dikkatle gözden çekirecek. Menimce Ukrayna vekillerinin bütün isbatlar ve faktlar бар еді. Російська Федерація не визнає і рішення про застосування. Rusya Federasyası Halkara BMT Mahkemesi'nin kararını kabul etmeyip, özünü medeniyet münasebetlerinin dışına koyabilir ve öyle bir hareket Rusya'nı ülke olarak etrafındaki muhitten ayrılabilir. Bundan da gari sanksiyaların sayısı artabilir ve silah alımını yasak edilebilir. Міжнародного суду ООН поставить себе за рамки цивілізованого спілкування. Украина халық депутаты Надежда Савченко СБУда Донецке барып келген ақында тариф еті берді. Қойылған суаллерінің эксериетіне жауап бермеген. Украина телекесізлік қызметінің елбасшысы Василий Грицак Савченко ДНР ве ЛНР елбасшыларымен көрішкені СБУдан ізін алмадан япқанны білдірді. Шымды таққачылар бұл көрішулер ақында малумат жиып Савченкоға шеклеме шығарajaq екен. Ніякої спецоперації Ukrayna Tehlike'sizlik hizmetinin bağlı hiçbir operasiya yok idi. O osiyatını kimsenin uygunlaştırmadı. O işgal olungan teritoriyada olganını desteklemeyim. Atı askerlerinden biri Alfa hizmet hadimleri ya da başka bir batalyon hizmet hadimleri anda barsaydı, olarını anda parçalarıdılar. Bu ziyaret komşumuzun Moskva'nın ruhsatını almasından olganına inanmam. Виктор Януковичтің әрекетлері Украина тарихында олған ең бойық бұқранлардан біріне кетіргендір. Олар арасында Қырым ишғалі. Бұл ақта Европа комиссиясының Литваниядаки темсілжісі білдірді. О айтқанына көре 3 ел евелісі Қырым ишғаліні оғыне алмақ үшін Европа Русия еле стратегик музакире алып бара білгенін білдірді. President Yanukovych specifically at that time trying to play double game. Президент Янукович екі тарафлама ойын ойнады. Брюссель әмде Москваға яқшы көрінмеге істеді. Екі тарафтан да файда алмақ үшін қорқызуларға кечті. Оне Гумрук бірлігі, не де Европа бірлігі или ассоциациядан вазгечмеге істеді. Екі тарафлы ойын нәтижесінде отек президент вазифесінден марум олмады да Украинаны бұқранға баттырды. Арсен Жумадилов Одесса вилаятының Беляевск район мемориеті юлбашысы вазифесінден кете айтқанына көре Қырым-татар милли әрекетіне қайтмаға істей. 2015 сенесі август айында Жумадилов Беляевск районында юлбашылық еті башлай. Февраль айында өз істегі или вазифесінден кетмек ниетінде губернатор дестеклеген, президент ise аризасын имзалаған. Devletте hizmet etip gerçekten de degirli tecrübe kazandım. Men insanın yaşayışının bağlı meselelerden çözülüğü üstünde çalıştım. Şimdi ise öz bilgilerimden kıtada çalışkan mecliske faydalı olmağa isteyim.
Истанбулда вертолет қазаға ұғырады. Салонда умумен 7 инсан бар екен. 2 пилот ве 5 yolcu. Пилотлар яраланған, yolcularının епісі елек олған. Түркия матбуат васталары білдіргеніне көре вертолет Экзасибаси шirketine айыттыр. Салонда олғанлар шirket yolбашысы ве 4 Русия ватандашы екен. Олған малыматқа көре вертолет телевизион полесіне ұрылып yolға түшкен. Түркия işgal olunған ақиярдан келген паромларны қабыл етмей, Қырым ве Түркия арасында олған деңіз тежареті тоқтатылған. Түрк гумрук қызметі ақиярдан қайтқан паромларны өз лиманына қоймай. Hürriyet нешірі білдіргеніне көре, кемілер işgal olunған ярмададан келгенінен бағлыдыр. Тежарет 2015 сенесі Түркия-Русия арби ұшағына ұрып түсірген сон тоқтатылды. Кечкен күзде башлап кенеде алыш-веріш еті башладылар. Октябрның 28-інде ақиярдан варя кемісі Зоңғулдақ лиманына yol алды. 2 аптадан кемі Түркиеден портақал ве құрылжылық малземелерін алып шыққан еді. Москвада мұхалиф фальжи Илдар Дадин Кенеде бірдемлік наразылық акциясына шыққаны үшін тұтылды. О мұхалифетші Лев Пономаревнен берабер еді. Олар бір-біріні деңіштіріп, Карелияның жезаларыны еріне кетіріп, федераль қызметінің yolбашысыны истифаға yolламаға талап еттілер. Оны санки янында весиқасы олмағаны үшін тұтып полис бөлігіне алып кеткенлер. Омыр арқадашы паспортына кетірген сон оны азат еткенлер. Илдар Дадин февралінің 22-сінде апсханеден азат етілді. О 2,5 жылға митинглер кечіріліп қайделеріні бозғаны үшін апске ташланған еді. Русия юқары махкемесі қарарыны қанунсыз деп танып, оны азат етті. Вы должны озвучить, что я нарушил, и озвучить мои права. Мне сначала озвучите, как положено, по 5 статьей Федерального закона о полиции, озвучите, что я нарушил. Вы не озвучиваете мои права, не озвучиваете, что я нарушил. Нет, не в машине, при задержании. Вы озвучите, соблюдите закон. Федеральный закон о полиции. Что я нарушил, и озвучите, что я нарушил. Не пойдемте, озвучите, а вы такой. Почему? Озвучите, на каком основании меня задерживают. Озвучьте мои права, возникающие при моем задержании. Зачем? Нет, вы сначала озвучьте. Вы сначала, почему вы нарушаете, почему вы, будучи негласными полномочиями, нарушаете мои права? Озвучьте, на основании чего вы меня сюда засовываете. Озвучьте, на основании чего вы меня задерживаете. Озвучьте причину задержания. Я его не знаю, мне документы не показывают. Вы бандит, занимающий. Қақып тахменен 50 метрге оге сұрып кеткен шатлар Сейтлер районының Пладовай койынды полис қадемі 18 яшында олған қызының насыл қаққанын тариф еттілер. Шатлар айтқанына көре аяқ машында кеткен Диана Басирова қаза олған ерде елек олған. Төмен башында олған полис қадемі Виктория Марченко Волошина сарғош олғанны таздықлайлар. Шымды Русияның таққат комитеті жинай иш açып, қаза бойынша таққат кечіре. Түневін мерхумнен ведалаштылар, яқынлары жинайетіні япқан инсан жезалмасын талап етелер. Такой звук, как ворота наши. Бізім араба қапымызға бір шей ұрылған кібі сес ішітілді. Ақайма барып бақ дедім. Чықса анда бея сараба қомшыларымыз тарафына бақып тұрам. Бірінші оларақ янына келген кіші айтқанына көре дүмен башында отырған қадын сарғош екен. Оле бір ичкілік сасығы тұра екен. Хорошая девочка была. Пек яқшы вемирамедлі қыз еді. Кімсеге ярамай бір шей yapmadı. Оның жаны бөле файжалы үзілгеніне язық. Оларны жазаламаға талап етеміз, олар афу етілмесі олмас. Балабан қыз еді. Ана бабасына ярдым көстереді. Оны өлдірділер, опек дүлберін қыз еді. Қарасубазар районының кирпичная бурчек койынан сакинлері кой янында крематорий Оля Айван Яков мерkezini тешкіл етілгеніне наразылық білдірелер. Кеченлері санэпидемстанция қадимлері койден 200 метр месафеде онларнен олі домызларыны кетіріп яққанлар. Сакинлер білдіргеніне көре айванлар Африка тауыны чумадан өлген. Шымды олар хасталық тарқала білежегінден қорқалар, чүнки хасталық топырақ асты суларға да кече біле.
Бізге олар ершейіні жейштіріп комып кетмеге ишандырдылар, ләкин бір шей япмадылар. Балаларымыз бұйолнен мектеп балабақшасына қатнайлар. Ершей анда ятқаны ерінде ята, кой көпеклері андалар, олар бір шейлер андан ташыйлар, яқында койге де кетірерлер. Юқоншыл хасталық топыраққа кечмемесі үшін анда ең аз 20 сантиметр қалыңлығында бетон олмақ керек еді. Шымды юқоншыл хасталық топырақтан су асты суға кече біле. Бұл бізні пек ачуландыра, чүнки домызларны домыз тұтмаған койянна кетіріп яқтылар. Қырымда насыл етіп 2014 сенесі Евромайдан фаалжилеріні йоқ етмеге тырыштылар. Насыл етіп Украин фаалжилеріні Қырымдан қудылар ве не үшін олар ишғалжы анда олған вақыт Қырымға қайтып оламайлар. Эфирімізні 3 ел евел солып кечкен адиселерді иштирак еткенлерінің тарихлері девам ете. Учил әвел қырымлы студент Руслан Нечипарук Киевдегі Евромайданға қол тұтқаны үшін Ялтада акцияны тешкілеті. Бірқаш күнден сон она акцияға шыққанда 17 студентны қорқытып башлайлар. Сегодня все студенты, абсолютно все, вымушены были выехать. Бұл студенттер Ялтаны бірақып Украинаға кешмеге мejbur қалдылар. Бізні қорқыттылар университеттен атажақларына сөз берелер. Біз тұрған Ялтамызда ялыныз кетмеге қорқтық. Нас відраховували з університету. Евроинтеграцияның да бір тарафдары Владимир Чекрыгин қарардан зиеде Русия тарафдары олған Севастопольде ойле бір акция ақында айтып берді. İnsanlar bir-birini tanımaydılar, bir şey bilmeydiler, malumat da yok edi. Birkaç haftadan son aksiyamızga 50-100 arası insan geldi. Bizni Rusiya tarafını tutkan insanlar korup kaldı. Onlar aksiyamızga bizden evvel geldiler. Туфган лиманына кері қайтма тарафдарлары акцияда сесленdirilген Украин шарларыны ой сеслерінен бастырмаға арекет етіп, акция тешкілятчылеріні урайдылар. Қырымдан сөз сербестлігі насыл өлдіргеніні хатырлайлар. Коли прийшло майже 300-ге yakın insan keldi, Ялта sakinleri edi. Qırım Ukrainanın dep aytmaq üçün bizni Nочный Волк yoğuhan edi. Ukraina ve Qırım tatarlarının bayraqlarını yakılgan zamanda qartlar olarının oğunne tiz çöküp, balalar siz ne yapasınız, yapmanız dep qıçırdılar. Bu pek acınıqlı al edi. звичайні бабусі падали перед ними на коліна. Күчіп келгендерінің икейлеріні онларca insanlar eşitmege келді. Тәдбірінің сонunda musafirlerге video bildiruf gösterildi. Bu Ukraina'nın Kırım'ında 2014 senesi çekilgen sonki kadrlar. Тоді ще було незрозуміло. O zaman biz bilmedik Avropa kıynıqlar itibar için kureshimiz dep düşündük. Bugün ise Rusiya Federatsiyasının Kırım'da çalışkan hususi hizmetlerinin kureshkenimizni anlaymiz. А сьогодні ми вже розуміємо, що Лидия Полянская, Дем Сейдалиев, Zaman, АТР. Ахмеджетте Қырым Йылдызлары бала ойын ансамблі ана қуанчы программасына тақдим етті. Концертте 300-ден зияде бала чықышта бұлынды. Ойын тақымының ребері Майя Анафиева балалармен берабер озыды ойын санаштыруларында иштирак етті. Салон рық-марық толы еді. Бұл концерт программаны ойынжылар апрелінің 2-сінде де тақдим етмеге азырланалар. Пек güzelте суратлар қалды. Балаларымыз бұл бізім яшайышымыз. Олар бізге бүгін байрам тешкілеті бағышладылар. Олар Анаве биталарына бұйық бақшыш яптылар. Бұл оларының ожасы Майя Анафиева ве Қырым ансамблінің ярарлығыдыр. Заслуга учителя, моих ханум, ансамбля Кырым в целом. Пек эйті суратлар алдық. Bizim yaş neslimizge maşallah aytamız. Men belesem geleceğimiz parlak olacak. Çünkü böyle yıldızlarga bakanda her vakit gururlanasın ve gelecekte tek yakşı iyi tesuratlar bağlaysın. Ер вақыт олғаны кебі концерт пек яқшы кечті, пек чоқ серджі келді. Белесем еркес бегенгендір, пек güzel oldu. Балларға машалла, базалары тек бір елдан берілі ойыннен ұғрашалар, яңы нұмайшылар қойдық. Урбаларымызны біле деңіштіріп етіштірмедік. Мен пек мемнуным, балалар сақ олсынлар. Бұл сонки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Ратлық күнлеріңіз тынч кечсін, атырден айрылманыз. Көрішкенже.